Өмірге, үлкен өмірге қанат қаққан барша түлектерімізді ортамызға шақырғым келіп тұр. Біздің ортамызда арнайлап Құтманбетова Дәрігүл ханымды арнайлап Шымкент қаласына ортамызға келетін ағамыз төрт баланың әкесі. Ой десе бойы бар, ой десе ойы бар. Кенжалиев Қайрат ағамызды ортамызға шақырайық. Ал келесі ханым қошылық саласының маманы, шаруа қожалығының басшысы, біздің қазалымыздың еңбек ері, ең құрметті азаматы Орынбай Жеткенбай ағамызды ортамызға шақырайық. Іздеп жүрдім бірақ таппадым, әрбір үйдің ойнесің жүрегімді мен сақтадым. Математика пәнінің мұғалімін ортамызға аяулы ана, ізгі жар, кереметтей аруымызды Смағұлова Раушан ханымды ортамызға шақырайық. Қошеметтеріңіз қарсы. Іздеп жүрдім бірақ таппадым, әрбір үйдің нұр бейнесің жүрегімді мен сақтадым. Айналайын тастастарым. Аяулы әке, алты баланың әкесі, керемет сіздердің қошеметтеріңізбен Қалыбаев Асыл ағамызды ортамызға шақырайық. Шаш кеткесте топырлайтын, сабақты жоға қылмайтын, айналайын тастастарым. Керемет әкемізді ортамызға шақыртып кетіп тұр. Ауданымыздың өзі өркендеуіне бірден бір атсалысып жүрген аяулы әке Асылжар Сердалиев Әділ ағамызды ортамызға шақырайық. Топырлайтын, сабақты жоға қылмайтын, айналайын тастастарым. Аралайын іздеп жүрдім бірақ таппадым, әрбір үйдің мұғалімі, жүрегі, өзі, тірегі барлығы әндеп соғатын Рахман Бергенұлына Нұрсұлу ханымды ортамызға шақырайық. Іздеп жүрдім бірақ таппадым, әрбір аспаз апай деп жазған екен, атын ерекшелеп айт депті. Біздің ауылымыздың керемет өркендеуіне бірден бір атсалысып жүрген аруымыз, аудан әкімінің қолынан, облыс әкімінің қолынан марапат алған Бекмаханова Мадина ханым ортамызға шақырайық. Кезінде мектепте талай жігіттің жүрегін жаралаған Қолғанатова Үздік апайымызды ортамызға шақырайық. Айналайын тастастарым, әрбір үйдің нұр бейнесің жүрегімді мен сақтадым. Әйтеке Бекенді медицина саласының қызметкері, біздің денсаулығымызға бірден бір алаңдап жүретін жандардың бірі Оспанова Айымгүл ханымды ортамызға шақырайық. Қошемет айқай шуларыңыз қайда? Абай ауылынан келіп тұрған өзіміздің керемет ұйымдастырушылар, сонау жерде тұрып дәл осындай керемет кешті ұйымдастырған Қалыбаев Абжами ағамызды ортамызға шақырайық. Қошемет қайда? Майдалманы ортамызда Сержігіт Батырбаев Мұхтар ағамызды ортамызға шақырайық. Іздеп жүрдім бірақ таппадым, әрбір үйдің
Шынар ханымды ортамызға шақырайық. Әрбір үйдің нұры бейнесін жүрегімде мен сақтадым, айналайын кластастарым. Әрбір үйдің нұры бейнесін жүрегімде мен сақтадым, айналайын. Осы кешті арнайы ұйымдастырған сіздер керемет осындай кеште арқаны кеңге салып демалсын деп, осы кешті арнайы ұйымдастырушыларды таныстырып өтейін. Біздің ортамызда Қазалы қаласы медицина саласының керемет майталманы деп айтсақ та болады. Қожанова Айгүл ханымды ортамызға шақырайық. Қошеметпен айқай-шумен шақырайық. Іздеп жүрдім бірақ таппадым, әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым, айналайын кластастарым. Біздің атының символы деп айтсақ та болады. Өте красавчик. Біз ортамызға сіздердің қошемет шапалақтарыңызбен Серғазы ағамызды ортамызға шақырайық. Араладым мұң бақтарын, іздеп жүрдім бірақ таппадым, әрбір үйдің бейнесін жүрегімде мен сақтадым, айналайын кластастарым. Іздеуова Беруза ханымды ортамызға шақырайық. Қошемет ханым. Ханымдарды ортамызға арнайлап шақырғым келіп тұр. Бұл кісілердің орны өте ерекше. Біздің орталығымыздың, біздің облысымыздың, ауданымыздың, Әйтеке би кентінің дамуына бірден-бір үлес қосып жүрген медицина саласының қызметкері, біздің денсаулығымызға қарайлап жүрген Қоянбаева Жанат ханымды ортамызға шақырайық. Араладым ауыл бақтарын, іздеп жүрдім бірақ таппадым, әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым, айналайын кластастарым. Бой десе бойы, ой десе ойы бүгінгі кештің ұйымдастырушыларының бірі Есенова Ханымгүл ханымды ортамызға арнайы шақырайық. Ал ортамыздан тағы да бір аяқбақша қызметкері, сұлу да сымбатты Ажаргүл ханымды ортамызға шапалақпен қошеметпен шақырайық. Іздеп жүрдім бірақ таппадым, әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым, айналайын кластастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым. Логистика саласының маманы, өз ісінің шебері, біздің кластың красавчигі, ең әдемі жігіттерінің бірі деп айтсақ та артық емес, Бердібаев Асқарбек ағамызды ортамызға шақырайық. Аяулы жар, аяулы әже, мектеп кезінде талай жігіттің жүрегін жаралаған біздің Аябова Гаухар ханымды ортамызға шақырайық. Шатастырып қартадан, ең алғашқы махаббат басталады барлығынан. Күнде қаза көңілеу айналып апарады, ең алғашқы махаббат басталады сабақтан. Гаухар ханым бізде талай жігіттің жүрегін жаралаған ару болса, бұл ағамыз талай қыздардың жүрегін жаралаған красавчик деп айтсақ та артық емес. Жармаханова, Жармаханов Марат ағамызды ортамызға шақырайық. Марат аға келіңіз. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым, әдемі адал жар, аяулы ана Асуова Жаңылған ханымды ортамызға шақырайық.
құрметті өзінің орнын білдірген ұстаздардың аяулы шәкірті деп айтсақ артық емес, Құдайбергенов Қанат ағамыз ордамызға шақырайық. Қошемет барса! Ағаларым, ауыл мақтарым, іздеп жүрдім бірақ таппадым.